қандай компаниялардың акцияларын сатып алғанда харам болады, және де қандай компанияларға инвестиция құю харам болады. Мен Олжан Маратқызы, халал трейдинг эксперті, дәл қазіргі уақытта қалай адал түрде биржадан құнды қағаздар нарығынан сауда-саттық жасауға болады. Яғни компаниялардың акцияларын сатып алу кезінде, сату кезінде, және онымен қоса инвестиция жасаған кезде де олардың қалай халал харамдығын ажыратамыз, дәл соны ашатын боламыз. Жалпы егер сізге жалпы адал түрде табыс табу маңызды болатын болса, егер құнды қағаздар, яғни акциялармен сауда-саттық жасағыңыз келсе, онда міндетті түрде компаниялардың халал харамдығын ажыратып алу екі скринерін жасауыңыз керек. Ол бірінші скринер, яғни бізге бірінші орында компанияның бағыты, яғни компания немен айналысады, соны ажыратуымыз керек. Біз барлығымызға белгілі шариғатымыз тыйым салған бағыттар бар, құмар ойыны, арақ шарап, казино, темекі, сондай бір зиянды, жаңағыдай ұятсыздау бағыттар, шариғатымыз рұқсат етілмеген бағытта компаниялар жұмыс жасайтын болса, және де соларға қатысты болатын болса, онда бұл компания автоматты түрде бірінші скринингтен өтпейтін болады. Бірінші скринингтен өтпеген компания екінші скринингке ол қарастыруға да келмейді. Егер де сіздің компанияңыз қандай да бір шариғатымыз тыйым салған дүниеге қатысы жоқ, технологиялық сектор болуы мүмкін, не болмаса күнделікті тағамдармен айналысатын сектор болуы мүмкін, бірақ сол бірінші скринингтен өткен күнде де сіз міндетті түрде 100% алған акцияңыздың, жасаған инвестицияңыздың халал болу үшін екінші скринингті жасап алыңыз өте маңызды. Ол қандай екінші скрининг? Яғни бірінші скрининг бізде компаниялардың жаңағыдай жалпы өніміне қатысты айналысатын бағытын анықталатын болсақ, екінші скринингте, яғни компанияның харамнан келетін жалпы табысы 5%-дан аспау керек. Және де оның қарызы 30-33%-дан аспау керек деген дүниені қарастыру керек. Әрине бұл скринингтерді өздеріңіз жеке талдап, қарап, анықтап алсаңыздар болады. Болмаса, қарапайым лайфхак сіздерге Zoya секілді платформаларға компаниялардың тикерлерін, яғни Tesla, Apple деген сияқты жазып, бұл халал ма, харам ба деген ажыратып алсаңыздар, дайын платформалар арқылы анықтау болады. Жалпы қазіргі уақытта Қазақстанда тренд болып жатырған биржа трейдинг әлемінен тұрақты түрде дұрыс, адалынан, рисксіз, бастысы халал жолмен табыс табамын деген кісілер болса, мен 3 күндік мини курсымда көрсете аламын. Осы сілтемеге, осы бір видеоның астындағы сілтемеге өтіп, өздеріңіздерді алып, сол жерден толық ақпарат алсаңыздар болады. Және де осындай бір пайдалы, құнды ақпараттарды жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.